Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне, мұны берем деп. Басында балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қияңқы осыған тимеңдерші деп оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, қу, сұм бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей жат мінез қылып, осыма берген тәлімің, осы баладан хайыр күтесің бе? Абайдың 10-шы қара сөзі. Айбар даладан жылап кірді. Жар дегенде жалғыз баласының ащы шыққан даусынан жүректері жарылардай естері шыққан ата-анасы сүріне қабына сырт есікке ұмтылған. Бірінші болып жүгіре жеткен әкесі бетін басып еңіреп отырған ұлын жерден тік көтеріп, бауырына басып, кім тиді, не тиді деп сұрақтың астына алған. Анасы болса, мән-жайға қанықпастан-ақ аулада доп қуалап өзді-өзді мәре-сәре болып жүрген ұлының достарына дүрсе қоя берген. Өй боқ мұрындар, түкке тұрғысыз немелер, менің ұлымда қай әкелеріңнің құны бар? Тағы несіне қызықтыңдар? Әкел бері, деп балалардың тепкісінде жүрген ұлының добына ұмтылып, қызу ойынды саптыйды. Артынша ұлынан бар мән-жайға әбден қаныққан отағасы да жетті ентелеп. Өңшең шуылдақ, мен көрсетемін сендерге ұлымды мазақ қылғанды. Енді осы баланың бір затына көз алартып тиісіп көріңдерші, деп барлық баланы тарқырата қуған. Мынадан болған жайды сырттан үнсіз бақылап тұрған көрші ата шыдай алмады. Әй қойсаңшы, сенің ұлың өзі кінәлі. Менің көзімше, кәмпит берсеңдер, добымды ертеңге дейін беремін деп келісіп алды. Кәмпиттерін жеп алған соң қайыра добына жармасты. Елдің баласын даттағанша, өтірікті судай сапырудан беті бүлк етпеген ұлдарыңның тәрбиесіне көңіл бөлсеңдерші, деген ақсақалдың сөзін жүре тыңдап, қолын бір сілтеген әкесі үйіне кіріп кетті. Біраз жыл күтіп, сағынып көрген ұлдарын ерекше жақсы көретін әке-шешесінің бар жаны ұлдарының үстінде еді. Күнде таңертең айналында боянып сыланып отыратын анасы қасына келген ұлын айнаға қаратып, сен батырсың, мықтысың. Сен осы ауылдағы ең көрікті, бай, ақылды баласың. Осы ауылда, қала берді осы өңірде сенен артық бала жоқ. Сенде ғана бәрі бар. Сондықтан ешкімге де өзіңді басындыруға жол берме, деп ақыл беруді әдетке айналдырған. Ауылдың тынысына айналған беделді кәсіптің тұтқасын ұстап, біршама тұрғынды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған әкесінің ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болып тұрған кезде Айбардың басынан құс ұшып өтпейтіні аян еді. Өмір өз ағысымен жылжи отырып, Шолжаңұл әкесінің көк қағаздары мен оңды-солды соғылған қоңыраулары арқасында беделді университеттердің біріне студент атанды. Қаладағы дайын үй, мол тамақ, шетел дизайнерлерімен соңғы үлгіде тігілген түрлі түсті сәнді киімдермен ай сайын ауысатын темір тұлпардың қызығын көріп баққан Айбар сырт көзге нағыз сері жігіт атанып, 4 жыл бойы ойын тойдан көз ашпады. Қызық думанмен зу етіп өткен студенттік жылдарды артқа тастап, дайын дипломды қалтаға басқан Айбар бүгін алғашқы әңгімелесуге жиналуда. Әке, не болды? Кірмей-ақ қойсам бола ма? Сұрақ қойып ұялтпасын мені, деп әкесіне бір телефон соғып қойды. Жұмысқа тұру үшін әңгімелесуге келген 3-4 адамды еріксіз тыңдап отырған беделді мемлекеттік мекеменің сенімді өкілі бұған кезек келгенде өтірік қабағын түйіп, мұның алдына жауабы қатар берілген 3 сұрақты ысырған. Өзі қойған сұрақтарына Айбардан ғана толыққанды жауап алған өкіл соңында мұның қолын қысып құттықтады. Кеудесін біртүрлі паңдық, менмендік билеген Айбар өзге үміткерлермен есіктен енген еден жуушы апайға миығынан күле қарап, көзін шекірейте төбелерінен қарап сыртқа беттеді. Ел мінезін қазақта Абайдан артық айтып тура сипаттаған жан жоқ-ау сірә. Осындай мінездерді көрген сәтте еріксіз дана ойшылдың өлең жылдары ойға оралады. Мал жияды мақтанын білдірмекке, көзге шықып мал менен күйдірмекке. Өзі шошқа өзгені ит деп ойлар, сорпа сумен, сүйекпен сүйдірмекке, десе енді бірде. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы.
боқтан сасық боласың, өлсең тағы. Менімен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздің белгісі ол баяғы. Кеше балең келдің ғой талай жасқа, көз жетті бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде онан басқа. Есейген ақыл сөзіл осылайша елге белгілі бір мекеменің білдей бір бөліміне қызметке тұрды. Осы уақытқа дейін әкесінің қоңырауымен келген оның ендігі іс-қимылы қандай болары айтпаса да түсінікті. Жақында үйленбекші, болашақ бір отбасының азаматы. Сол отбасыдан тәрбие алып қалыптасатын келер қоғамның тұтқасы болар ұл мен қыздың ертеңгі үлгі тұтар тәлімгерінің сиқы осы. Балаңыздың тәрбиесі қандай? Суретте ғана көрінетін алмадай іші кертік сырты бүтін бе? Бір сәтке болса да балаңызбен иман деген түсінікті жан-жақты талдап көрдіңіз бе? Ішкі айнасы бір Аллаға ғана аян, тот басқан темірді алтынға балап жүрген ата-ана қаншама? Байлық, лауазым қуған ата-ананың ізін басып, адамгершілік, көркем мінез бен имандылықтан мүлде бейхабар ұрпақ өсіп келе жатқаны шындық. Ойланайықшы, тағы да абайға құлақ салсақ. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан, шырақ. Шәкәрім айтпақшы, елді сынап, өз мінін елемейтін, өлі жүрек, өзімшіл, күншіл мұндар тәрбиелемей, артымыздан Алладан қорқатын Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көркем мінезіне еліктеп, тақуалықты, қарапайымдылық пен әділеттілікті сүйетін, ішкі сұлулығы мен рухани байлығына сыртқы көркемдігі сәтті үйлескен иманды ұрпақ қалдыруға ұмтылайық.